Қазақ әдебиетінде поэзия жанрында адуынды жырлармен баурап алған поэзия падишасы Фариза Оңғарсынова 1936 жылы қазіргі Атырау облысында дүниеге келген. Алғашқы өлеңдері 1958 жылдан бастап баспасөз беттерінде жариялана бастайды. Осы жылдардан бастап ақынның өлең жинақтары, таңдамалы шығармалары, повестері жарық көре бастады. Ақынның жырлары қоғамда болып жатқан келеңсіздіктерді сынай отырып, шындыққа тура қараумен ерекшеленеді. Фариза жырларында бәрі де бар. Сүйгеніне ренжу, қайғы-мұңға бату, аласұрып мазасыздану, талпыну, іздеу, жалғыздық сияқты кез келген адам баласы басынан өткеретін сан алуан сезімдерді оқушы қауымның өз басынан өткізгендей етіп, әсерлі де шебер жеткізеді. Ақынның ешкімге ұқсамайтын дауылпаздың үніндей жырларынан алмас қылыштың жүзіндей ащы шындықтың уы тамып тұрғандай. Фариза жан, Фариза қыз